Сәлеметсің бе, Альбина? Сәлеметсіз бе, апай? Альбина, біз екеуміз бүгін қызықты тәжірибе алаңында Эбру тәжірибесін жасақтайтын боламыз. Ол керемет, қандай тәжірибе айтып өтесіз бе? Мынау менің қолымдағы не нәрсе білесің бе? Сіздің қолыңыздағы бұл тәтті тоғаш, тәтті бәліш және ана пайдаланатын Кілегей. Дұрыс айтасың, Альбина. Бұл кілегей. Бұнымен бірақ бүгін біз тәтті бәліш, тәтті тоқаш пісірмейміз. Бұнымен қызықты Эбру тәжірибесін жасайтын боламыз. Альбина, енді қызықты тәжірибемізді жасау үшін қандай құралдар керек екенін айтып өтші. кілегей, қайшы, түрлі түсті бояулар, қылқалам, Таяқшалар, кішкентай таяқшалар, түтікше, майлы және сусабын. Альбина, енді тәжірибе кезінде біздер қауіпсіздік ережесін міндетті түрде сақтауымыз керек. Және бұл бояуларды аузымызға салуға болмайды. Ең алдымен жалпақ ыдысқа кілегейді құйып дайындап аламыз. Содан кейін түрлі түсті асқа арналған бояуларымызды жеке дара ыдысқа құйып, кішкене су араластырып, оларды қылқаламның көмегімен езіп дайындап қоямыз. Сонымен қатар тағы бір кішкентай ыдысқа су сабынымызды құйып дайындап аламыз. Енді тәжірибе бөлімінің қызықты сәті. Жалпақ ыдысқа құйылған кілегей үстіне асықпай түтікшемен түрлі түсті бояуларымызды тамызып шығамыз. Осы кілегейге түскен әдемі суреттерді қағаз бетіне түсіретін боламыз. Бена, көрдің бе? Осы тәжірибе алаңында кілегей, сусабын, түрлі түсті бояуларды пайдалана отырып, Эбру тәжірибесін жасадық. Апай, түстердің араласуын байқадым және керемет әсерін алдым. Тәжірибеміз аяқталды. Сау болыңыздар.